Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 118 сабақ өзіңді тексер. Есеп шығару тәсілдері. Бірінші есеп, есепті шығар. Саяхатшылар әр аймақта 2 күнден болды. Олар 5 аймақта барлығы неше күн болды? Осы есепке 2 кересеп құрастыр және оларды шығар. Бірінші шешуі 2-ні 5-ке көбейтеміз. Оннан жауабы олар 5 аймақта 10 күн болды. Саяхатшылар 5 аймақта 10 күн болды. Әр аймақта неше күн болды? Бұл балалар бірінші есепке кері есеп құрастырғанымыз. 2 кересеп құрастыр деп тұрып, біз 1 кересеп құрастырдық. Екінші кересепті өздерін құрастырсаңыз болады. Шешуі 10-ды 5-ке бөлеміз. 2-ден жауабы әр аймақта 2 күн болды. Екінші есепте есепті шығар. Саяхатшылар барлық аймақта 10 күн болды. Бұл Алматыда болған күннен 5 есе артық. Саяхатшылар Алматы неше күн болды? Шешуі біз 10-ды 5-ке бөлеміз. 2-ден жауабы Алматыда 2 күн болды. Үшінші есеп, есепті шығар. Саяхатшылар еліміздің астанасында 2 күн, ал басқа аймақтарда 10 күн болды. Саяхатшылардың ел астанасында болған күндерінің саны басқа аймақтарда болған күндердің санынан қанша кем дейді. Еліміздің астанасында 2 күн болды. Басқа аймақтарда 10 күн болса, онан 2-ні аламыз. Саяхатшылардың ел астанасында болған күндерінің саны басқа аймақтардан қанша кем десе, 8 күнге кем болды. Төртінші есеп, есепті шығар. Дәптердің бағасы 24 теңге, ал шардың бағасы одан 16 теңге кем. Дәптер шардан неше есе қымбат? 24-тен 16 аламыз. 8. Дәптердің бағасы 24 болса, оны 8-ге бөлсек 3-тер. Дәптер шардан 3 есе қымбат деп алсақ болады. Бесінші есепте қысқаша жазба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Қоян 3, түлкі одан 2 артық. Тиын, қоян мен түлкі қанша болса, сонша тиын бар дейді. Есеп құрастырып көрейік. Хайуанаттар бағында 3 қоян, одан 2 артық түлкі бар. Және қанша қоян мен түлкі болса, сонша тиын бар. Бақта қанша түлкі және тиын бар. Шешуі 3-ке 2-ні қоссақ 5, түлкі 5 түлкі бар. Енді тиын, қоян мен түлкіні қосамыз, 3-ке 5-ті қосамыз 8. Жауабы 5 түлкі 8 тиын бар. Алтыншы есепте есепті шығар. Хайуанаттар бағында 5 түлкі және одан 2 кем аю және түлкі мен аю қанша болса, сонша тиын бар. Хайуанаттар бағында неше тиын бар? Тура 5-ші есепке ұқсас есеп екен. 2 кем болса, 5-тен 2-ні аламыз. 3 аю бар. Енді аю мен түлкі қанша болса, сонша тиын бар дейді. 5-ке 3-ті қосамыз 8, жауабы хайуанаттар бағында 8 тиын бар. 7-ші есепте сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Құрастырып көрейік. Бірінші жәшікте 31 кг картоп бар, ал екінші жәшікте одан 18 кг кем жеміс салынған жәшік бар. 2 жәшікте барлығы қанша килограмм жеміс пен картоп бар? Бірінші біз жемісті тауып үшін картоптан 18 килограммды азайтып тастаймыз. 31-ден 18-ті алсам 13. Жеміс 13 килограмм болды, картоп 31 килограмм болды. 13-ке 31-ті қосса 40 жәшікте 13 килограмм жеміс бар, барлығы 44 килограмм жеміс пен картоп бар деп жазсақ болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.